үшін мерчант алудың жолын көрсетіп кетейін сіздерге. Біріншіден сіздер тейкер болып алуларыңыз керек, яғни клиент ретінде алып отыруларыңыз керек. Яғни клиент ретінде алғаннан кейін сіздер 24 сағат блокқа түспейсіздер. Мысалға келесіздер да сразу купить етесіздер. Например, мына жерде қандай банкпен 795 мың теңге мысалға Каспиймен сіздер купить етесіздер. Все деп купить етіп аласыздар. Мен сіздерге как визуальный көрсетіп отырмын қазір. Осы 795 мың теңгені мысалға сіздер енді 2 миллион болса барлығын ішінен сразу купить етіп алсаңыздар болады. Не болмаса мысалға біреулеріңізде 400-500 мың теңге ақша болуы мүмкін да. Сол 400-500 мың теңге ақшаны сразу купить етіп аласыздар. Оны мейкер болып объявление беріп, қайттан тура осы бағамен сатып жіберуге болады. Яғни 456-та 70-пен қайтадан мына жақта объявление беріп, яғни объявление беріп, продать деп оны сатып жіберуге болады. Продать деп сіздер объявление берсеңіздер, значит сіздер купить дегенге түседі. Басқалар сізден тура осындай бағаға сатып алады. Сонда сізде оборот болады, бірақ бұл жерде сіздер минусқа кетпейсіздер. Яғни сіздер бұлай купить етіп алып, мына жақтан продать етсеңіздер, ол кезде оборот болады, бірақ бұл кезде минусқа кетіп қаласыздар. Сондықтан да осылай жасауларыңыз керек. Яғни купить етіп, оны продать етіп, тоқтамай айналдыра бересіздер. Сол кезде сіздер 24 сағат блокқа кетпейсіздер, сондықтан тоқтамай айналдыра бересіздер. И осылай жасайсыздар. Және де сіздер былай жасасаңыздар болады. Мысалға сіздер объявление бересіздер. То есть объявление ішінде USDT болғаннан кейін, мысалы, например, 2000, 3000, не болмаса бір 10 мың USDT болуы мүмкін. Ол 10 мың USDT болған кезде сіздер объявление бересіздер. Яғни продать деп объявление бересіздер. Бірақ оны басқа таныстарыңызға айтсаңыздар болады. Соны ол кісі сатып алады, бірақ ол кісіден сіз қайтып сатып алудың қажеті жоқ. Яғни ол екінші адам сізден прямой сатып алады, бірақ сіз оған былайша айтқанда ақша алмайсыз да, ол кісіден сіз ақша алмайсыз, өйткені сіздің танысыңыз. Ол кісі басқа бір кісіге объявление береді, ол кісі тоже тура солай сатып алады, и ол кісіден сіз сатып аласыз. Бірақ бұндай жағдайда сіздер бір аптасына бір рет, не болмаса 2 аптада бір рет жасаған дұрыс. Онсыз минусқа кетіп қалуларыңыз, то есть оны жасай беретін болсаңыздар, Binance'тың проверкасына түсіп қалуларыңыз мүмкін. Сондықтан да ондайды көп жасаудың қажет жоқ. Просто арасында оборот керек болғандықтан жасасаңыздар болады. Мысалға сіздер 1000 USDT-ді сатып алып, оны қайтып сатсаңыздар, уже ол оборотта 2000 USDT болады. Жалпы оборот жасау сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Енді қараңыздар, мына жерде профиль деген бар. Профиль дегенді басқан кезде сіздер мерчантқа заявка жіберу үшін сіздерде жоқ дегенде мынандай 99% болу керек. 100% не болмаса, 98%-ке дейін болады примерно. И одан кейін мына жерде сделка за 30-ден деп тұр. Осы жерде сіздерде 467 болып тұр. Мына жерде қазір сіздерде жоқ дегенде 300-ден жоғары болу керек. Яғни 700-800 болса тіпті жақсы. Жалпы ол әртүрлі, мысалы 5-10 мың теңге болсын, ол әр сделка бір, то есть әр продажа ол бір сделкаға саналады. Яғни алғаныңыз, ол сатқаныңыз разница жоқ. Ол жерде суммаға қарамайды. Мысалы 5000 теңгемен сатсаңыз да, не болмаса сатып алсаңыз да, не болмаса 1 миллионға сатсаңыз да, сатып алсаңыз да, ол бір сделка болып саналады жалпы. Одан кейін бізде мына жерде отзыв деген бар. Отзыв сіздерде 100-ден жоғары болу керек. Жоқ дегенде енді сіз жасай берсеңіз, ол өзі отзыв жиналып қалады. Яғни негативный отзывтар сіздерде болмау керек. Мынандай негативный отзывтар болса, оны өшірудің жолдары бар. Оны алдағы уақытта көрсетемін сіздерге. Жалпы отзыв түсінікті болды деп ойлаймын. Енді мына жерде еще дегенді бассаңыздар, мына жерде қараңыздар, сіздерде уақыт көрсетіп тұр міне. Мына жерде 1 минут 58 секунд, мына жерде 4 минут 45 минут деп тұр. Жалпы осы аралықта сіздер перевод жасап жатсыздар и оплатаны қабылдап жатсыздар. Мысалға мына жерде 4-те 65 секунд деп тұрған, яғни сол аралықта сіз средний есеппен перевод жіберіп жатсыз. Яғни мына жерде 1 минут 58 секунд, сол аралықта сіз оплата қабылдап жатсыз деген сөз ғой. Жалпы солай шығарып тұр. Мына жерде тоже отзыв, мына жерде процентпен шығарған кезде 100% отзывыңыз, тура осылай 100%, жоқ дегенде 99% болып тұру керек. Және дейді бір адамнан 2 рет негативный отзыв алып қалмауыңыз керек. Одан кейін тіркелгендеріңізге 6 ай болу керек, 6 айдан асу керек, яғни 6 ай дегенім сол 180 күн. Яғни одан кейін астына түсетін болсақ, міне все сделка
1041 сделка болған, яғни жасап бастағалы бері. Негізі бұл қатты маңызды емес, енді 700-800 сделка болса да жеткілікті, бірақ соңғы бір айда сіздерде 300-ден асу керек. Одан кейін объем биткоин деген 30 күн ішінде сіздерде 10 биткоиннан асу керек. Мына жерде 9 биткоин болып тұр. Осыны 10-нан асқан кезде, яғни мерчантқа жіберуге болады. Одан кейін общий объем биткоина ол 20-дан асу керек. Мына жерде 19 болып тұр. Кішкене қалып тұр, яғни осыдан кейін жіберсе болады. Жалпы түсінікті болды деп ойлаймын. Жалпы мына жерде негативный, позитивный отзывты алу үшін не істеу керек? Яғни бұл рейтингті көтеру деп аталады. Яғни рейтинг көтеру үшін сіз жаңағыдай тезес, мысалға сізге оплаталар келіп жатыр. Мысалға сіздер бастаған кезде жаңағы орденді ашып қойып, оны сала алмай, уақыт өткізіп алып, проблема болып қалып жүрді. Сіздерде уже қол үйретіп қойдыңыздар, уже барлығын түсініп қойдыңыздар. Қандай жағдай болса да, мысалы сразу апелляция беру, кім прав, кім не прав деген сияқты, ол жағын бәрін түсініп алдыңыздар вроде бы, иә. Жалпы енді сіздерге оплата қабылдау и перевод жіберу, сол уақыт аралығы. Сіздер қаншалықты тез жіберген сайын, тез орындаған сайын сіздерге адамдар өз ризашылығын отзыв арқылы білдіріп кетеді. Өте керемет, өте жақсы екен деген сияқты. Ал негативный отзыв алып қалатын болсаңыз, сіз мысалға дұрыс жібермей, оған бір проблема алып келсеңіз, сізге негативный отзыв жазып жібереді. Сондықтан да ол кісілерге, ол клиенттерге проблема алып келмеуіңіз керек. Сіз арбитражник ретінде сіз әрбір клиентті уақытылы айтқан орындап, яғни жіберіп, былайша айтқанда бүкіл условиясын жасап беруіңіз керек. Жалпы солай. Егер артық бір движение кетіп жатса, онда сразу апелляция арқылы шешкендеріңіз дұрыс. Біріншіден адамгершілік ретінде, алдында сабақтарда айтып кеткенде, адамгершілік ретінде жазып сөйлесіп көріңіз. Кішкене адамгершілікке келетін болса, келісуге болады. Ал дұрыс емес, может бір машинист сияқты бір қылықтар байқасаңыздар, онда сразу апелляция бергендеріңіз дұрыс. Жалпы солай. Рейтингті сіздер осылай көтересіздер. Жалпы мына жердегі 99% деген ол бұл не? Жаңағыдай тез орындағандарыңызға байланысты көтеріледі. Ал мына жерде положительный отзыв деген ол сіздің отзывыңыздың былайша айтқанда проценттері. 100% деген ол өте жақсы деген сөз. Жалпы солай. И одан кейін сіздер осының бәрі орындалғаннан кейін сіздер стейт мерчант дегенді басасыздар. Сіздер осының ішіне кірген кезде подать заявку дегенді басасыздар. Біз уже жіберіп қойғанбыз. Жалпы сіздер жіберіп верификация